Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын әдемі салаттардың бір түрі ананас қосылған салат жасайтын боламыз. Бұл салат кез келген мерекелік дастарханның өңін ашып көркін келтіреді. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер және де каналыма жазылып өтіңіздер. Мұнда маған керек заттар: майонез, краб таяқшалары, қайнатылған жұмыртқа, консервадағы ананас және де сыр керек болады. Мен сырдың осындай қатты түрін алдым. Енді өзімізге керек тарелкені алып, үстіне осындай кальцоны орналастырамыз. Егер кальцо болмаса, кальцосыз да жасасаңыздар болады. Ары қарай краб таяқшаларын мен осындай майды төрт бұрышты бөліктерге бөліп турап алдым барлығын. Мұны енді туралған крабтарымызды осы кальцоның ішіне орналастырамыз. Барлық жеріне бір келкі қып жеткізіп аламыз осылай. Енді үстінен майонез жағатын боламыз. Майонезді мен осылай сетка қып жағып шықтым, өзіме ыңғайлы болғандықтан. Ары қарай осындай үкіштің үлкен көзінен қайнатылған жұмыртқаны өткізіп алатын боламыз. Турасаңыздар да болады негізі жұмыртқаны, бірақ маған осындай үкіштің үлкен көзінен өткізіп алған өте ыңғайлы болды. Енді қасықтың көмегімен кальцомыздың барлық жеріне жеткізіп, жұмыртқаны да орналастырып аламыз. Үстінен майонезді тағы да сетка қып жүргізіп шығатын боламыз. Келесі консервадағы ананасымызды алып, тағы да осындай майда төрт бұрышты бөліктерге бөліп турап аламыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай көлемде турасаңыздар, соломка қып турасаңыздар да болады, сондықтан ол өз қалауларыңызда. Мұны енді ананасты да осы жұмыртқаның үстінен орналастырып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп, тағы да майонез үстінен сетка қып жүргізіп шығамыз. Енді соңғы бізде слой қалды. Ол сырды осындай үкіштің ең майда көзінен өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде майда көзінен өткізіп алыңыздар, сол кезде сыр өте әдемі шашыраңқы болып көрініп тұрады. Және де сырды қатты мыжбаймыз. Дәл осы қалпында салатымыздың үстіне салатын боламыз. Сонда біздің салатымыз осындай өте үлпілдек және де әдемі болып шығады. Енді салатты өзіміздің қалауымызша әсемдеп аламыз. Мен осылай ананастың бөліктерін қойып шықтым. Және де майонезді тағы да сетка қып жағып шықтым осылай. Мұнымен де осындай өте әдемі салат түрі шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Мен жаңағы сіздерге көрсеткен құрамнан осындай 2 тарелка ананас шықты. Мен де екеуін де осылай жасап алдым. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге және де сөзсіз қонақтарыңызға ұнайды. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.